Сәлем, баршаңызға алтындарым. Бүгін осындай керек емес жұмсақ шығатын сіздермен ватрушканың рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге керекті бірінші қамырына осылай қантымызды, сүтімізді және дрожжымызды салып 15 минутқа қалдырамыз. Одан кейін осы қамырға арналған барлық қоспамызды қосып, жұмсақ етіп тестайлайтын боламыз. Оны көтерілгенше 1-1,5 сағатқа қойып, одан кейін көтерілген тестаны осылай 10-12 бөлікке бөліп шығамыз. Оны формамызға келтіріп, бетін жауып, тағы да 10-20 минутқа қалдырамыз. Одан кейін салмасын жасаймыз. Салмасы құрамын қосып, осылай блендермен араластырып аламыз. Дайын болған жаңағы тестамызды осылай стақанның көмегімен басып, жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағып, салмасын салып, осыны 180 градуста 30-35 минут духовкаға пісіріп аламыз. Осылай жұмсақ болып шығады. Баршаңызға ас болсын.